Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көз тиюден қалай сақтануға болады? Адамға, жануарға, тіпті жансыз нәрселерге де көз тиеді. Көз тию ауруға шалдықтырып, тіпті өлімге де алып келуі мүмкін. Әйелдерге және кішкентай балаларға да көп әсер етеді. Хадис шәрифтерде былай делінеді: көз тию хақ. Көз адамды мазарға, түйені қазанға түсіреді. Адамдардың жартысы көз тиюден өледі. Көз тиген адам төмендегі дұғалардың бірін немесе барлығын оқуы керек. Біріншісі Фатиха, Аятул Курси, Кафирун, Ихлас, Фалах, Нас сүрелерін 7 реттен оқып, ауру адамға үрлесе, дуаланған, көз тиген және басқа да барлық аурулары үшін ол жазылып жақсы болады. Тұзға оқып, сол тұзды суға ертіп ішуге де болады. Бір хадис шәрифте Фатиха мен Аятул Курсиді оқыған адамға сол күні көз тимейді делінген. Екінші бір хадис шәрифте таңертең және кешке бисмиллахпен бастап 3 рет осы дұғаны оқыған адам дуаланудан және көз тиюден сақтанады делінген. Үшінші Аятул Курси, Фатиха, Фалах, Нас сүрелерін және Қалам сүресінің соңын оқып жүру өте жақсы болады делінген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Фалах және Нас сүресін оқып былай дейді: осы 2 сүремен бәлелерден, көз тиюден қорғаныңдар. Ешкім еш нәрсемен осы 2 сүремен қорғанғандай қорғана алмайды. Келесі, осы бір дұғаны оққан кезде таңертең және кешке 3 мәрте оқып өзінің үстіне немесе ауырып қалған адамның үстіне үрлесе, көз тиюден, жын шайтаннан және жануарлардан келетін зияндардан қорғалады. Әрбір адам, әсіресе көзі тиетін, көзі өтетін адам бір нәрсені көріп, оны ұнатса, машаллах деп айту керек. Айтатын сөзін одан кейін айту керек. Бірінші көрген сәтте машаллах деп айтса, көзі тимейді. Хадис шәрифте ұнатқан нәрсені көрген кезде машаллах деп айтыңдар делінген. Көз тиюден қорғану үшін аяти хирз деп аталатын аяттарды оқу керек және оны өзімен бірге тұмар қылып алып жүру керек. Сонымен қатар, Хазіретте имам Раббани түнде бір пәлекет келмесін десеңіз, бисмиллахпен бастап, осы дұғаны 3 мәрте оқыңыздар деген. Назарларыңызға рахмет, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.